Орта буын тәрбиешілер әдістеме бірлестігі тіл күндігіне орай тіл татулық тірегі атты тәрбие сағатын Zoom әлеуметтік желісі арқылы өткізді. Тәрбие сағатының мақсаты жас жеткіншектер бойына халқының қадір қасиетін сіңіріп, өз ана тілін жетік меңгертіп, әдемі сөйлеуге баулу, қасиетті ана тілін қастерлеуге, құрметтеуге тәрбиелеу. Сабақ барысында оқушыларға ана тілімізді қадірлеу баршамызға парыз саналатынын айтып, сонымен қатар Қазақстан елінде түрлі ұлттар өмір сүретінін, тіл арқылы адамдар бір-бірін танып біле алатынын және кез келген халықтың рухани мәдениетімен, дәстүрімен, салтымен танысу үшін тіл керек екені айтылды. Тіл туралы оқушыларға сұрақтар қойылып, жауап алынды. Орта буын оқушылары сабаққа қызығушылықпен қатысып, белсенділік көрсетті. Ана тілін қысқан әкім қыпатмаған, ана тілін бал тілін қыпатмаған, дана тілін ақ тілін ақ сөзімен бірге шекеп бояма, ана тілін ақтақ торттар алтыным, ана тілін сап өтке тайлалар, сап өтке Ықыбай мен Абайлар кәскейдің мен ана тілім өспе мәні алауалаға арай бар. Hatırımızsa eri ana tırı alın pıl. Ana tırım pılım koy. İnkım tırım tiyen tırım. Ana tırım pılım koy. Maktanışım tiyen tırım. Ana tırım alın bul. Yardım pul tır. İdi müziğetende. Beri ben müziğetende hürmeti. Любой язык по-своему велик. Бесценное наследство вековое. Так берегите свой родной язык, как самое на свете дорогое. Мы полностью должны серы века. Все то, что наши гордости основа. Так себе богатство языка и чистоту божественного слова. И будем мир языка родной хранить. Позову сердца, а не по приказу. Поэтому можешь ты, мой друг, не быть, а вот родной язык берись обязан.